Кайырлы күн, Ордабасы Таймс YouTube арнасының тұрақты көрермендері. Өздеріңізбен бірге дін мәселелерін зерттеу орталығының бөлім басшысы Салықбаев Қайрат Құралтайұлы мырзамен кездесу өткізбекпіз. Ендеше Қайрат аға, осынау студиямызға қонақ болып келгеніңізге рахмет. Өзіңізбен бүгінгі дін мәселелерін, қоғамдағы діни тұрақтылықты, дін мен дәстүр сабақтастығы тақырыбы аясында сөз қозғасақ деген ниетте отырмыз. Ендеше уақыт бөліп келгеніңізге рахмет. Әңгімемізді бастасақ, өзіңізді қысқаша таныстыра кетсеңіз. Менің аты-жөнім Салықбаев Қайрат Құралтайұлы болады. Яғни мен өз сол Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің түлегімін. 1996 жылы түсіп, 2000 жылы бітіргенбіз. Негізгі мамандығым дінтанушы және араб тілі пәнінің мұғалімі, негізгі мамандығым бойынша. Осы дін жолында қызметте, Құдайға шүкір, осы орталықта 2018 жылдан бері қызмет жасаймыз. Әйтеуір еліміздегі діни тұрақтылық, діни тәрбие, діни тұрақтылықты қамтамасыз ету мақсатындағы әйтеуір ел алдында негізгі міндет қойды, жастарға шамамыз келгенше тәлім тәрбие беру мақсатында нәрсе. Еңбек етіп жатырсыздар. Еңбек етіп отқан неміз. Еңбектеріңіз мынау көзге көрінбейді ғой бұл мәселелер, істеп жатқан жұмыстарыңыз. Бірақ осы қоғамдағы тұрақтылық, осы қоғамдағы ауызбіршілік, қоғамдағы жаңағы түрлі жанжал даулардың алдын алуға осы сіздердің жұмыстарыңыз орасан зор, оның пайдасы онда бірі білсе, бірі біле бермес. Енді аға, өзіңіз осы ортада жүрсіз, қалай деп айтамыз, жаңағы мәселелердің түйткілдерін шешіп жатсыздар. Бүгінгі Қазақстанның жаңағы тәуелсіздіктің тұрақты болуына осы діннің де тұрақты болуы өте маңызды. Бұл жерде де жаңағы өзіңіз білесіз, шетелден тіпті әр түрлі елдердің жаңағы біздің ауызбірлігімізді бұзу үшін түрлі айлы әрекеттер пайдаланып жатыр. Оның бәрін көзбен де көріп жатырмыз кейбіреулерін. Енді осы тұрғыда бір сұрақ сізге. Бүгінгі қоғамда тұрақтылыққа қалай баға берер едіңіз? Ол рас, дін деген былайша айтқанда көріп отқаныңыздай көзге көрінбейтін нәзік дүние ғой, қарап отырсаңыз. Өз бұрынғы аталарымыз кешегі Мырзатай Жолдасбековтың өзі бір сөзінде айтып кеткен ғой. Бірақ ауыз сөзбен әдемі ғана. Дінді ұстай алсаң қасиетің, ұстай алмасаң қасіретің деп. Бірақ ауыз сөз жеткілікті қарап отырсаңыз. Яғни елдің діни тұрақтылығы, еліміздің тыныштығы. Яғни елдің тыныштығы, елдің тұрақтылығына былайша айтқанда әрбір отбасы өз жеке қарай білсе. Өйткені дін мен дәстүр сабақтастығы дейміз ғой, қарап отырсаңыз. Дін ішкі рухани азық, қарап отырсаңыз. Ал дәстүр сол елдің негізгі тұрақтылық кепілі. Қарап отырсаңыз, біздің елдердің айтып кеткен бабаларымыз. Өйткені айтады ғой, 6 жыл аш болсаң да ата салтыңды тастама дейді. Бірақ ауыз сөзінің өзінде өз көрініп тұр. Яғни дін мен дәстүрдің бір-бірінен салады. Мәселен, біздің қайбір дүниені алсаңыздар да ешқайсысы діннен алшақ кеткен емес. Өйткені қазір таңда көріп отырсыз, неше түрлі діни ұйым, діни ағымдардың көптілігі. Оған ешкім кінәлі емес негізінде. Оған өзіміз кінәліміз. Өйткені неге? Өйткені біреуміз Түркия оқып келдік, біреуміз Мысыр оқып келдік, біреуміз Арабия оқыдық, біреуміз Палестина оқыдық. Дұрыс. Бірақ қазақта жақсы сөз бар. Әр елдің заңы басқа, иттері қара қасқа деген. Яғни әр елдің сол барған жердің, мәселеге Түркия болатын болса, Түркияның өзіндік несі бар? Тілі бар, діні бар, әдет ғұрып салт дәстүрі бар. Өз көзқарасы бар, өзінің ұстануы бар. Өзінің ұстану өмір сүру қағидасы бар. Соған байланысты әдет ғұрып салт дәстүрін соған байланысты ұштастырады. Дінмен соған ұштастырады. Ал біздегі бауырларымыздың сол жерде бізде мәселеге қараңыз. Қанша жыл? Айтамыз ғой, ойбай 70 жыл совет болғанда жүрдік дейміз. Ойбай несін етесіз, неше түрлі қауіп қасіреттер өтті қазақтың басына. Бірақ қарап отырсаңыз, қанша жыл сондай нәрсенің несінде жүрсек те, бірақ дініміз бен дәстүрімізді ешқашан тастаған емеспіз. Діндегі кейбір қағидалардың несін, бұл біздегі әдет ғұрыптың несіндегі ғой деп көрсетіп, солай осы күнге дейін ұстап келді ата-бабаларымыз. Мәселенге жай ғана немен әдемі алып келді. Дәстүрімізбен жанастырып, соны ұштастыра ала келді. Ал сөйтіп келді, біздегі жаңа бауырларымыз анаяқтан оқып келіп, мына нәрсе болмайды екен, ана нәрсе болмайды екен деген сияқты небір діни терминдерді қолдана бастады. Бірақ бұрынғы біздің ата-бабаларымыз ол діни терминдерді білмеді емес, білді. Бірақ оны қолдандырған жоқ. Мәселен, жай ғана Абайдың қара сөзін өзі қарап отырсаңыз, жеткілікті сол жерде небір діни терминдер бар. Бірақ оның түсіндірме сөздерінің бәрін ағылды.
бірақ оны қарапайым халыққа жалпақ тілмен түсіндіре білді. Өйткені неге? Діннің былайша айтқанда халыққа ешқандай зиян емес екенін көрсете білді. Яғни дін ішкі рухани азығын жетілдіріп, халықтың негізгі бағыт бағдарын көрсете білді. Қарап отырсаңыз. Яғни оны апарамыз да анаған ұштастырып, немесе мынаған ұштастырудың қажеті жоқ. Әдет ғұрыптағы нәрселер тұр ма? Оның ешқайсы оның жақсы жағы да бар, әр нәрсенің жаман жағы да бар. Осыны тепе-теңдікті ұстай білу керек та. Сол себептен де діни негізгі тәлім тәрбие, діни қайнар көз ол отбасындағы тәлім тәрбиеден басталады. Өйткені неге? Мұхтар Әуезов бекер айтпаған. Ұлыңды тәрбиелей отырып, халық тәрбиелейсің дейді. Қызыңды тәрбиелей отырып, белгілі ұлтты тәрбиелейсің дейді. Міне, жеткілікті осы жерде. Яғни баланың тәрбиесі, қыздың тәрбиесі. Ал осыған жақсы көңіл бөліп, осыған негіздеме бере білсе, бізде mesela отбасындағы баланың тәрбиесіне қарап отырсаңыз, үлкенге құрмет, кішіге ізет. Міне діни тәлім тәрбие алыстан ізетудің қажеті жоқ. Міне діни білім. Өйткені Құрандағы аяттардың өзі де келеді мысалы. Әуелі Аллаға мойынсыну дейді. Қарап отырсаңыз. Екінші ата-аналарға мойынсыңдар. Өз араларынан шыққан әмір иелеріне мойынсыңдар дейді. Әдемі керемет. Ал осыны ұстанған біздің қазақ несінде қоғамда айтады. Ата-ананың алғысы Алланың алғысымен бірдей. Ата-ананың қарғысы Алланың қарғысымен бірдей дейді. Құранда айтылып тұр. Исра сүресінің өзінде де. Ата-аналардың бірі екеуінің бір кәрілікке жететін болса, өф деген сөздің өзін айтушы болма дейді. Элементарный. Мәселеге. Ал осыны ұстанған біздің қазақ қоғамында осы қағиданы әдемі ұстанып келді. Міне тәлім тәрбие, міне діни білім, алыстан іздеудің қажеті жоқ. Көлденең келген көк аттылардың уағызын тыңдағаннан гөрі, мен көбінесе айтамын, жаңағы біз өзіміз орталық қой, енді орталық болғаннан кейін жаңағы атты жұмыстарына шығамыз, ақпарат түсіндіру жұмыстарына шығамыз, мектеп оқушыларына шығамыз, жаңағы тұрғындармен кездесу болады, мемлекеттік мекеме, одан кәсіпорындар, жаңағы базар негізі осал топтар, мемлекеттік қызметкерлер, сондай жерлерде айтамыз mesela. Негізгі діни қайнар көз, негізгі діни білім ол отбасындағы ата-ананың берген тәлім тәрбиесі деймін. Өйткені неге? Әл-Фарабидің өзі бекер айтпаған. Тәрбиесіз берілген білім адамзаттың қас жауы дейді. Яғни барлық нәрсенің қайнар көзі сол тәрбиеден басталады. Тәрбиенің қайнар көзі қайдан басталады? Ата-анадан басталады. Ал ата-ана соған дұрыс тәлім тәрбие біле білсе, дұрыс бағыт бағдар білетіміз да, өзі көлденең келген көк атты діни ұйымдардың, діни ағымдардың есіне кетпейді. Өйткені неге? Негіз сол отбасында фундамент сол жерден құйындалады. Өйткені сол отбасындағы негізден сол тәлім тәрбие ала білсе, ол ары қарай өзінің mesela жай ғана мысал. Әлібек би, Төле бидің әкесі. Мәселе орта қолдың семьясы. Төле биді жастайынан mesela Байшонжарлардың балалары сияқты еркін өсірген жоқ. Мал бақтырды балаға. Өмірдің кезінде. Сонда бір күні Төле би мал бағып отқан кезде жаңбыр жауады. Сонда талдың бос несі жапырағын алып, көлеңкелеп отырып қалады жаңбырдан паналап. Сонда байқайды, бір бүркіт келіп, бір елікті алып сол жерде жемтік қылады. Бас алады. Соны көреді. Соны бас алған кезде әкесінен естіген, ол бүркіттің несі өзіне керекті несін ғана алып кесіне алады да кетіп қалады да, анау сол жерде қалып кетеді деген. Соны барып көрген, анау семіз әдемі елік екен, жақсы. Енді сол көмекке адам келіп ананы алғысы келеді, жаңа Төле би. Сөйтіп бір қыздың басында бір қарияның дауысы шығып отқанын естиді. Соған барса, бір жаңа жағдайы төмен қария кісі екен. Неғып бүйтіп мұңайып отырсыз дейді ғой, Төле би барып. 12 жасар бала демай. Сонда деді, қалай мұңаймын? Кемпірім жағдайы төмен. Бір күндікке ішетін асымызға еш нәрсе болмай жатыр. Қазан қайнамағалы қай заман деді. Соны көрген Төле би, ойбай ата, онда сіз маған көмек қылыңыз. Жаңа ғана бүркіт мына жерде өзінің несін нағылы, семіз елікті нағып тұр. Соны асық қылған алып келеді. Ойбай ондай болса деп, үйіне кемпірін алып, бірге барып, жаңа нені алып, үйіне апарған. Сөйтіп Төле биге батасын берген екен. Ай сен осындай қамқоршы адам екенсің. Осы ізгі ниетінен қайтпа деген. Сонда Төле би ана кісінің несін көріп, жағдайын көріп, ой түйген екен. Ертең күні мен бай немесе қолымда бір осындай бір дүние болатын болса, осындай кедей кепшіктерге сол дүниемді таратып отырамын деген екен. Қараңыз, бұрынғы тәлім тәрбие. Қалай балаларды тәрбиелеп өскен. Байшонжардың баласы сияқты бүйтіп
ойын күлкімен жүргізген жоқ. Сол жастайынан халықтың жағдайын ойлата білді. Міне діни білім, міне ділім тәрбие. Осындай негізден өскен біздің қазақ қағидасындағы, қазақ қоғамдағы осындай діни білімдер, діни тәлім тәрбиелерден көретін неше түрлі нелер бар. Мәселен, осындай нелерден алса, ол кезде отбасындағы беріктік, нығайтылық осы жерден басталады. Өйткені айтады ғой, қазақта жақсы сөз бар. Жатын бөлме дейді, демалатын бөлме дейді, тынығудың бөлімі дейді. Ал ас үйдегі дастархан басындағы ауызбіршілік ол ынтымақтастың, бір-біріне деген мейірім шапағаттың оятатын бөлмесі дейді. Міне біздің тәлім тәрбие. Қараңыз, 95 жастағы күйеуі 5 жасар ер баланың алдын кесіп өткен емес. Міне келді қандай не? Өйткені Алла Тағаланың өзі шебер ғой. Алла адамды мәселеге қара жер топырақтан жаратты. Қара жер топыраққа қайта кіресің. Соған байланысты Нұралы Өсерәлі әдемі айтқан. Айтады. Өзінің мұсылмандық қағидалар атты кітабының 14-ші бетінде айтқан, 94-ші жылғы кітабында. Ей пенделер дейді, ей адам баласы дейді. Мейлің бай бол, мейлің кедей бол, мейлің сау бол, мейлің ауру бол, мейлің надан бол, мейлің білгір бол. Қара жер топырақтан жаралған соң, сол қара жер топыраққа қайта кіресің дейді. Одан құтылудың ешқандай Алласы жоқ дейді. Міне, бірақ ол сөзбен келтіріп тұр. Яғни Алланың алдында бәріміз бірдейміз. Сол себептен де дінге бөліну деген нәрсе болмаған дұрыс. Өйткені неге? Жай ғана пайғамбарымыз өмірбаяны өзінен неше түрлі мысалдар келтіруге болады. Мәселен, дінаралық татулық, ұлтаралық татулық деген нәрселерді қарап отырсаңыз. Мәселен, пайғамбарымыз жай ғана 12 жасында өзінің немере ағасы Әбу Талибпен бірге Сирияға сапарға барады. Бірақ Сирияға сапарға жетпей, белгілі бір ауылда Бахира атты поппен кездеседі. Қараңыз, дінаралық татулық. Бахира оның соңғы пайғамбар екенін біліп отыр пайғамбарымыздың. Белгілерін көріп тұр. Бірақ Әбу Талиб айтады, сен мұнан Сирияға апарма дейді. Онда кітап иелері бұған қауіп қастандық жасауы мүмкін дейді. Я, анау христиандардың өкілі. Анау исламның өкілі. Кетейін деп отқан басқа дін. Кетейін ислам келіп тұр. Қастандыққа сол жерде істесе болар еді. Бірақ қараңыз, дінаралық татулық. Сол себептен де ислам деген сөздің өзі кереметтігі қараңыз. Бейбітшілікті қалайды, татулықты қарайды. Одан кейінгі мысалы, Хабаштанға көшіп баруы пайғамбарымыздың. Ол жақта да христиандар. Христиандар, Нәжаси патша. Бірақ оған еркіндік берді пайғамбарымызға. Сен осындай ауылдың бір шетінен жер берді. Осы жерде өмірің сүр. Ешқандай қағида қарсы. Міне дінаралық татулық. Зайырлық дейміз қазір таңда. Міне зайырлықтың негізін сонау пайғамбарымыздың уақытында да сол нәрсені көрсете білген. Міне зайырлықтың негізі. А соны білген біздің қазақ қоғамында қараңыз. Қазір таңда біз Қазақстан Республикасында 130-ға жуық ұлт өкілі бар. Ойлай беріңіз. 18-ге жуық діни конфессия бар. Не деген керемет. 130-ға жуық ұлт өкілінің мәселе кешегі Столыпин реформасының кезінде 1869 жылы алғаш қоныс аударған екен. Мәселе қараңыз, 130-ға жуық ұлттың өзіндік тілі бар, өзіндік діні бар, өзіндік әдет ғұрып салт дәстүрі бар. Бірақ осының бәрін алшақ кеттік пе біз? Алшақ кеткен жоқпыз. Бәрі-бірімен осы уақытқа дейін тату тәтті бетіп қоян қолды қарасып аузымыз болды. Ал қазір ше? Қазір ол нәрседен кетіп барады. Өйткені неге? Мынандай жаман түсінік бар бізде. Кәпір ма? Кәпір деген атты тағып қоямыз да, оған ол кәпірмен бір дастархан басында отыруға хақымыз жоқ деген сияқты осындай пәтуалар шығарғыштар көбейіп кетті. Яғни дінді дұрыс түсінбеудің арқасында. Иә, кәпір екеш кәпірді пайғамбарымыз айтып кеткен. Кәпір екеш кәпірді кәпір деп айтуға хақымыз жоқ деген. Жай ғана Хазіреті Әлидің өзі анау үлкен соғыста сен менің қылышымнан қорыққанымнан сен кәлимаға тіл келтірдің, сол себептен нағылдым деп алып тастаған кезде пайғамбарымыз сен оның жүрегіне кірген жоқсың ғой деп айтқан мәселе. Міне дінаралық татулық, міне дінаралық не. Сол себептен осы жағынан мұқият болу керек. Дінді бүйтіп бөлудің қажеті жоқ еді. Яғни бір-бірімізге деген татулық, ауызбіршілікті осылай ұстана білгенсе, осындай татулық болар еді деген нәрсе. Сөзіңізден түйген пікіріміз жалпы кез келген мемлекет ол халықтан тұрады. Халық бұл отбасы құндылықтарының негізінде құралған. Яғни отбасыда дұрыс діни түсінік, дұрыс жаңағы мәдениет, дұрыс руханият қалыптасатын болса, онда қоғамдағы тұрақтылық өзара өзінен орнайды дегенін айтқыңыз келіп тұрған. Иә, рахмет пікіріңізге. Керемет. Жаңа бір әңгімеңізді айтып қалдыңыз ба? Жастарға байланысты кәпір дейді. Болмаса жаңағы өзінің түсінігінде болмаса ол болды. Бұл жаңағы бізден емес, бұлармен араласуға болмайды, тіпті жаңағы
бул бір дастарханда отырмак түгел, оның сөйлемі, оның амандасудың өзі де олар үшін бір жаңағы қалай дейді ана әбестік болып көрінеді. Енді осы тұрғыдан алған кезде қазір мейлінше қоғамда бір тұрақтылық орнап келе жатқан сияқты. Бұрын біз осы 5-6 жыл бұрын осындай көп еститін едік. Иә. Қазір мына жұмыстың нәтижесі, мына тұрақтылықты орнатудағы мешіт тарапынан, мына сіздердің тараптарыңыздан, мемлекет тарапынан жасалып жатқан үлкен жұмыстардың нәтижесі деп ойлаймын. Өйткені қоғам қазір бір сәрі дұрысталып қалды. Қазір бір азын-аулақ кішігірім мәселелер болып жатыр, бірақ оның көбісі діни емес сияқты. Діни емес қой бұл жерде, ол астарын ертең діни астарын діни болып кетуі мүмкін. Өйткені мынандай нәрсе ғой. Көбінесе мен түсіндіріп нелерді айтатын нәрсем, бәр нәрсенің негізін апарып дінге апарып тақай бермесе дейсіңдер. Өйткені бәр нәрсеге дін негізінде экстремизм емес, дін терроризм емес негізінде. Бірақ сол діннің атын жамылып істейтін адамдардың кесірінен, қазақта жақсы сөз бар ғой, бір құмалақ бір қарынбай шертеді деген. Яғни бір адамның бір болмайтын нәрсесі қаншама нәрсеге зиян тигізеді. Сол жағынан мұқият болса дейсіңдер. Дінді дұрыс түсіндіре білсе, дін жолында дұрыс ұстана білсе, дұрыс. Мәселеге дін былайша айтқанда киіммен немесе белгілі бір немен өлшенбейді ешқашан. Ол ішкі рухани азық, адам жүрек қалауы. Былайша айтқанда сол жүрек қалауындағы кішкентай ғана жүрегіндегі берген мейірім шапағаты, адам жүрегіндегі. Міне осы жағынан мұқият болса. Өйткені діни білім болсын, діни қайнар көз болсын, бәр нәрсенің қайнар көзі бір Аллаға сыйыну. Яғни бір Алланың бар екендігіне. Мәселен, бұрынғы аталарымыздың өздерінде айтады, мәселен, Ла илаха иллаллах, иллаллада пайда бар. Білмеген құлда нәйла бар. Сапар ауыр жол ұзақ, азығыңды сайлап ал дейді мәселен. Бірақ ол сөзі. Алла деген ар емес, Алланың жолы тар емес. Алла деген құлдарын ақыретте зар емес дейді мәселен. Осындай қысқаша нәрселердің өздерінде қарап отырсаңыз, біздің бұрынғы ата-бабаларымыздың ешқайсысы діннен алшақ кетпегендігі. Яғни қазір Құдайға шүкір, қоғам тұрақталды. Әйтеуір мешіт имамдары несі бар, тәлім тәрбиесі бар. Одан қалай берсе, өкіметтің арнайы шыққан қаулылары бар. Осындай нәрселердің бәрі әдемі қайнар көздермен. Бұл жердегі мәселе, ең қиын мәселе түсініспеушілік қой өзарада. Өйткені кітаптың белгілі бір хадисті аламыз, бірақ сол хадистің не мақсатта түскендігі, не мақсатта айтылды, оның үкімі қай уақытқа дейін жүреді. Мәселен, Құран аятының өзінің үкімдерінің өзінде сондай нәрселер бар. Ол ашық аяттар бар, жабық аяттар бар. Оны түсінудің өзі өте қиын нәрсе. Міне осы жағынан мұқият болу керек. Ол да мына нәрсе нағылды екен, бітті. Осындай қағидамен ұстанып қалу керек деген нәрсе болмайды негізі. Өйткені белгілі уақытта оның үкімі жүреді, белгілі уақытта оның үкімі тоқтайды. Сондай өзінің қағидалары бар, өзінің ережелері бар. Бірақ оның ережесін қарамаймыз да, өзіміздің жансақ адамның өзінің ойлау қабілеті өзі қызық қой. Қалай түсінеді, сол жағынан қарап бүйтіп кетеді ғой. Өзіне ыңғайлап алады да. Сол жағынан әйтпесе қарап отырсаңыз, біздің қазақ жырауларының өзінде небір кітаптар бар. Бес ғасыр жырлайды дейміз мәселе. 5 ғасыр жырлайдан бар мәселе. Жай ғана Шәдіні алайық. Шәдінің өзі мәселе Ахуал қиямет деген кітабы бар. Одан кейін жаңа Сияр шарп деген кітабы бар. Мәселе Ахуал қияметте дүниенің жаратылысынан бастап соңғы пайғамбарымыз есіне дейінгі нелі өлең жырда әдемі айтылып кеткен, дастан қылып жүріп берген мәселе. Керектен домбырамен мұның өзі қарап отырсаңыз діни тұрақтылықты әдемі келтірген мәселе. Бұрынғы ата-бабаларымыз жай ғана мысал, құлпытастар, мазардағы құлпытастар, бұрынғы көне құлпытастар қарап отырсаңыз, бәрі көне шағатай араб тілдерінде жазылған. Діннен алшақ кетсе істемесе де сол. Соның бәрі тұр мәселеге осы қой. Оны оқитын мамандардың өзі жоқ Қазақстанда. Мен осы жағынан мұқият болу керек. Сөйтіп айтамыз ғой, біз аны жоқ, ата-бабаларымыздың ешқайсысы діннен алшақ кеткен адам емес. Дінді қайта осы уақытқа дейін тұрақтандырып, әдемі жалпақ тілмен жеткізіп беріп кетті мәселеге. Өйткені бұрынғы уақытта айтатын, мысалы, жай ғана мысалмен айтатын шығар. Көшеде өтіп жатқан баланы ұстап алады да, мұсылмансың ба дейді. Әлхамдулилла, мұсылманмын дейсің. Сен мұсылмандығыңда менің күмәнім бар. Сіздің күмәніңізде менің айғағым бар дейді. Сонымен кімнің құлысың? Алланың құлын.
Кімнің үмбетсің, пайғамбардың? Кімнің досың? Төрт шадиярдың досым. Болды. Одан ары кіргізбейтін еді. Бала кезде Бала кездегі қағида. Өйткені баланың бойына сіңіре білді. Әдемі. Осы сіңсін бітті. Осы бойына сіңсе, ары қарай уже оған ешқандай не қылмайтынын білді. Қазір таңда балдардың бәрі көпшілігі мынау нәрсе. Мына дүниеде телефонда. Өйткені Асанғайға айтқан екен. Ақырдың кезінде сондай бір заман болады, сондай бір кезең болады. Адамдар бір көз тазалықтың кесірінен үйде отырып бұзыла береді деген екен. Мен сол кісіні айтып кеткен, бір көз тазалы мынау. Үйде отыра бер. Өйткені қарап отырсаңыз, айтамыз мына 21-ші ғасырдан шыққан нәрсе. Иә, 21-ші ғасырдан шыққан дүниесі. Бірақ асылында қарап отырсаңыз, бұл 21-ші ғасырда шыққан болғанмен, бұл бір әуел баста болған дүние. Жай ғана мысал. Бұған дәлел ретінде айнай жаһан деген термин бар біздің қазақ терминінде. Айнай жаһан. Айнай жаһан. Ол неде қолданады? Мың бір түн деген кітап бар. Соны оқыса, сол жерде сол термин қолданады. Айнай жаһан деген. Айна, жаһан әлем. Бұрынғы біз жаһан айнасы. Бұрынғы ертегі телевизор мультфильмдерді қарап отырсаңыздар, айнаны қойып қойып тұрып, айна, мына жақта не болып жатқанын сол нәрсені көрсетші деп бүйтін алатын тұғын, иә. Сода анау айна бүйтін атылған. Міне, ұялы телефон негізі қайнарғыз қаяқтан шыққандар. Адамдар қиялында баяғыда болған дейсіз ғой. Қиялда туындаған дүниелер mesela. Енді Қазақстанда мынау енді жүзеге асып, адам санасы былайша айтқанда не қылып жатыр, түрлі нәрселер бар. Яғни осындай нәрселерден дұрыс, бұны пайдаланбау керек емес, пайдалану керек. Қазір 21-ші ғасыр. Өйткені mesela кешегінің өзінде mesela Қасым-Жомарт Тоқаев биылғы жолдауының өзінде айтып кетті, mesela жасанды интеллектке байланысты осы нәрсе. Бұны дұрыс жағынан пайдаландыра білсек. Яғни қазір жасанды интеллект арқылы Құдайға шүкір біздің ұлттық құндылығымызбен діни тәлім-тәрбие болсын, ұлттық тәлім-тәрбие болсын, соның бәрін қазақ тілінде мына жерде әдемілік көрсету. Бірақ бұл жерде кейбір жасанды интеллект зерттеушілерге кейбіреулеріне айтарым, бейәдеп нәрселерден аулақ қылса, халықты бұзатын, зиян беретін нәрселерден, сондай нәрселерден аулақ қылса, өйткені неге бір қария кісіні қойып қойып, немесе бір диктет атқан кейуананы қойып қойып, аузына келген бір болғау сөздерді айтқызып қойып, осындай нәрселерден аулақ қылса, одан қайта балдарға тәлім-тәрбие болатын. Яғни осыны пайдаланып отырып, бұрынғы тарихи дүниедегі 5 ғасыр жырлайды деген жаңа өзіңіз айтқандай, сондағы нелердегі шумақтардағы қысқа ғана нұсқады нелерден айтқызып, соларды шығарып қойса, балаларға тәлім-тәрбие ретінде мән бар. Яғни Бауыржан Момышұлының өзі mesela адам баласы балдарын 3 ақ ауыз тәрбиелетті, mesela ұят болады, обал болады, жалмады. Осындай нәрселерді, осы нәрседе көрсете білсе, дұрыс жағынан пайдаландырып білсе, ол кезде қоғамның тұрақтылығы, елдің тыныштығы, бір-біріне деген мейір шапағаты ұстана береді. Сонда ұлтқа да, ұлысқа да бөлінбесек. Өйткені айтады ғой, қазақ руға бөлінбейді. Қазақ руымен құралады. Рулардан құралады. Сол себептен осы жағынан мұқият бол. Mesela 3 бидің бірігіп, орда бастауына бірігуінің себебі де сол емес пе? 300-дің басын қосылып. Неге? Татулық. Бір-бірін деген. Бұндағы мақсат не? Жетата. Қанның тектіліктің белгісі. Яғни ертеңгі қан тазалығының белгісін ұстана білді. Яғни ауызбіршілікті, діни тұрақтылықты. Мәселе сол неден болған кезде тек қана бір қазақ ұлты болған жоқ қой. Қаншама ұлт өкілі болды сол жерде. Қаншама ұлт өкілі болды. Бірақ бір-біріне деген не болды? Татулық болды. Бәрін бір-біріне деген діни тұрақтылық болды. Бір-біріне деген діни сенімі болды. Бірақ оның діни сенімінің өзіне қайшы келмеді. Сіздердің өз ұстанымдарың, ол өз нелерің. Сол себептен біз оған қайшы келмейміз деп, сонымен татулықпен осылай ұстанып келген еді. Қазақстанда Құдайға шүкір сол нәрсені біздің елде де осы нәрсе тұрақтылықтың арқасында қаншама дін бар, қаншама не бар, ұлт бар, бірақ сол нәрсені ұстанып отыр. Бірақ кейде жаңа арандатушының арасында, жастардың арасында жаңа нәрселер шығып кетеді да. Дұрыс түсінбеудің нәтижесінде. Сол себептен соны дұрыс бағыт-бағдар бере білсек. Сол себептен айтамын ғой, әрбір ата-ана баласына дұрыс бағыт-бағдар бере білу керек. Өйткені ата-ананың негізгі міндеті сол. Өйткені өсіп келетқан ұрпаққа дұрыс бағыт-бағдар беру ол ата-ананың негізі. Өйткені Мағжан Жұмабай Бекер айтпайды ғой. Арыстандай айбатты, жолбарыстай қайратты, құран құстай қанатты мен жастарға сенемін деп. Ал сол жастарға бағдар беруші, тәлім-тәрбие беруші ол отбасындағы ата-ана болатын болса, одан кейінгі мектептегі беріп жатқан ұстазға құрмет. Өйткені неге? Алты алаштың баласының басы қосылатын болса, төр ұстаздікі деген.
міне осы жағынан мұқият болсақ, міне осындай нәрселерді сыйдыра білсе, баланың бойына, қанына сіңдіре білсе, ол кезде еліміздің бұдан да ары қарай көркеюі, ары қарай балдарға болашақ не беруі өте керемет болады деген. Жақсы пікір айттыңыз. Жаңа сөзіңіз аузыңызда көзіме елестеп кетті қайбір күні. Жаңағы өзіңіз айтқандай телефоннан бір шешен ұлтының қазақ туралы, қазақтардың ашаршылық кезеңінде оларды аман алып қалған туралы бір әсерлі видеосын көріп қалдым да. Сонда айтамын ғой, жаңағы біздің қазақтың басынан өткен нәубетте егер бір тарихтың жаңағы тағылымдарынан жазып қарап балаларға түсіндіріп отыратын болсақ, біз не бір зұлмат кезеңдердің бәрін бастан кешіп келдік та, кешегі тәуелсіздік алған уақыттың өзінде біз ішкі руханиятымыздан айырылып қалмадық. Тіпті кешегі жаңағы 37-38 жылдағы қырғында репрессияға ұшырап жатқан уақыттың өзінде менің өзімнің басымның қайғысы жетеді деп, сырттан келіп жатқан нелерді алып келіп тастады жаңағы. Бүгінгі тілмен айтқан кезде біздің елге келіп осы жерде өлімін тапсын деп алып келген адамдарды аман алып қалды. Бірақ өзінің басында жаңағы жейтін 10 баласын асырайтын асы жоқ. Соның өзінде жаңағы бір отбасының қолтығына басып келіп жүр, менің үйімде тұр, өзі қоржынтамда тұрады, екі бөлме. Бір бөлмесінде өзі, бір бөлмесінде жаңағы шешен ұлты бар, әртүрлі ұлттардан келген нелерді жаңағы бағып, қағып, тіпті аяқтандырып жіберді. Міне осы нәрсенің барлығы біздің жаңағы ойлаймын осы ішкі рухани әлемнің дұрыс болуынан деп ше. Ішкі рухани. Егер сол рухани әлем дұрыс болмағанда еді, олар қарамас еді. Қақаған қыста қатпасаң одан ары деп өзінің баласын құшақтап жата беретін еді. Жаңа құртпен кешегі мәселеге ливиялық алжирлердің тұтқында ұстаған кездегі неге бүйтіп, не ғана болуы, неге лақтыру, құрт тас лақтырды деп ойлады ғой сәке. Бірақ сол өзінің азық екенін білді. Былайша айтқанда біздің қазақ руханиятының негізгі тәлім тәрбиесі өте керемет болды ғой. Сол жерде осы жағын ұстана білгеніміз дұрыс қой. Жақсы айттыңыз, жаңа ұстана білсек қасиетіміз, ұстана білмесек қасіретіміз деп. Бұл дін жаңағы отбасылық құндылықтардың негізінде берілу керек, үлкен бір жауапкершілікпен, үлкен бір жаңағы ыждағаттылықпен берілу керек маңызды мәселелердің бірі. Өйткені бала тек қана қалай дейді, тән азығынан ғана тұрмайды, жан азығында қоса беру керек деген нәрсені жақсы баса айттым. Отбасы бұл қоғамның ертең, бұл елдің негізгі жаңағы іргетастарының бірі болып саналады. Ендеше сол іргетасы берік болған кезде ғана бұл елде тұрақтылық, бұл елде тыныштық, бұл елде жаңағы өзіңіз айтқандай ауызбіршілік, мәмілеге негізгі нәрсе мәміле ғой. Мәмілені осы отбасында жақсылап түсіндіріп, бұл ұят болады, жаңағы Баукен айтқандай обал болады, сауап болады деген үш нәрсемен-ақ баланы тәрбиелеп, біреудің ала жібін аттатқызбай, біреудің қақысын жегізбей, өзің де қақысын бергізбей тәрбиелеуге болатынын бабаларымыз керемет үлгілерімен көрсетіп кетті. Рахмет, келелі кездесу жасап, осындай жақсы әңгіме айтып бергеніңізге Қайрекем. Алдағы уақытта да өзіңізбен жолығып, осындай сұхбаттардың барысында жолығамыз деп ойлаймыз. Уақытыңызды бөліп, осы жастар мәселесінде, ел мәселесінде, дін мәселесінде өзіңіздің жаңа үлесіңізді қосып жүргеніңіз үшін үлкен алғыс білдіреміз. Себебі жаңа айта кеттік қой, бұл дін өте нәзік, бұл көзге көрінбейтін абстрактылы дүние. Мұны Қайрекем мына ғимаратта тұрғызып қойды деп ешкім көрсете алмайды, бірақ сол ғимаратты тұрғызып жатқан адамдардың тұрақтылықтарына жұмыс жасап жатқандарыңыз бұл жаңағы елдің алдында үлкен, Алланың алдында да үлкен бір қызмет деп ойлаймын. Рахмет пікіріңізге келіп, өзіңіздің уақытыңыз бөліп осы жерде ойыңызды ортаға салып кеткеніңізге. Жақсы, рахмет.